Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін Ереке аспаз. Бүгін дайындайтын десертіміз, 5 минутта дайын болатын десертіміз бал қаймақ. Кеттік. Ал бисмилля, енді сіздерді қоспалармен таныстыратын болам. Бізге қаймақ керек, 20%. Сосын буренка, сгущенка, кез келген сгущенка болады. Сосын жеміс-жидектер өздеріңізге қарай. Алма, алмұрт, банан қоса бересіздер. Ал бисмилля, сметанамызды қосамыз, қаймағымызды. Сосын сгущенкамызды қосамыз. Енді венчикпен сгущенка мен сметана қосылған қоспаны араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Өте ерекше. Жақсылап араластырып болғаннан кейін жеміс-жидектерді қосатын боламыз. Кубиктап тураймыз, майда қылып. Осындай қоспамыз осындай болады. Енді жеміс-жидектерді турайтын боламыз. Кез келген жеміс-жидектер қоссаңыздар болады. Анарды қоссаңыздар өте ерекше дәмді болады. Бәрін майда қылып, кубик қылып тураймыз. Ал бисмилля, жемістерімізді кесіп алдық. Енді қосатын боламыз. Сіздерге уәде беремін, өте дәмді десерт болады. Өте дәмді, сосын әрі жылдам. Бір жағынан неге ұқсайды? Фруктовый салатқа ұқсайды. Ал дайын болды. Енді кез келген өздеріңіз ұнаған тарелкаларыңызға салсаңыздар болады. Осы бал қаймақтың үстіне кез келген печеньенің крошкасын, болмаса грецкий орех, болмаса клубника, неше түрлі өздеріңіздің талғамыңызға байланысты салсаңыздар болады. Мінекей, өте дәмді болды. Ал достар, мінекей біздің тез дайындалатын бал қаймағымыз дайын. Енді дәм көретін боламыз. Бисмилля. Өте дәмді. Егер сіздерге бұл десертім ұнаса, лайк басып, қоңырау шоуын басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет.